Тасқала ауданының партия активі ашық деп жариялаймын. Қайырлы күн, құрметті тасқалалықтар. Біріншіден өте қуаныштымын. Баршаңызды көргеніме енді алдыда да келіп кеттім. Бұл жерде енді сын айту емес, бір-бірімізбен пікір алмасып, ашық форматта өткізу үшін жиналып отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, саяси тұғырнамасын қабылдады, іс-қимыл бағдарламасы бар. Сонымен қоса, биыл жылдың басында, наурыз айында барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары сайланды, парламент мәжілісі сайланды. Басында өтініш ниет білдірушілер көп болды. Алайда біздер ең бір қиын жері бұл кепілдік мәселесі. Ауыл үйлері. Айналып келгенде ауыл үйлері 4 миллионнан артық бармайды. Барған мәселе тек 4 миллионнан артық болған жоқ. Оның 70%-ын береді, 2 миллион 800 мың ақша. Сөйтіп сейіліп қалып, біздерден тек қана 4 азамат алды. Ниет білдіруші бәрі малды ағытында, үшеуі қой бағытында, біреуі сиыр бағытында. Ол бана ел үшін, халық үшін істеп жатқан шаруаға біздің мына партиялық менің ықпалы болды. Сол бағытта келіп отыр деп түсініп отырмын. Форматты солай бастап отыр. Мына бағдарламалар орындалу үшін. Бүгінгі әсерім өте керемет, себебі форматы өзгерген. Әрбір мүше өзі шығып еркін сөйлеуге болады, және халықпен емін-еркін жұмыс жасауға жақсы екенін түсіндім. Партиялық жобалар аясында сіздің басқарушы партияңызда қандай шаралар ұйымдастырып жатырсыз? Бізде бақытты отбасы негізі, кедергісіз аймақ, сосын деген ардагерлерді ардақтайық деген 3 бағыт бойынша керемет жобалар іске асып жатыр. Соның ішінде бізде әкелер форумы өтті, ыбырай оқулары өтті. Сол мүшелер арасында бүгін енді колледждің арасында спартакиада өтейін деп тұр биылдыққа. Одан басқа бізде 100 мың теңгеге сол түскен 20% жарнаның арқасында 4 мектепке спонсорство болдық. Ұсыныс пікіріңіз бар ма жалпы партияның жұмысын алға дамытуға байланысты? Ұсыныс пікірім бар. Онда осы жастармен көбірек жұмыс жасап, сол жастарды партия мүшесіне кіргізсек деген ойдамын.